Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода жын жоюшы анимесіндегі Мудзан Кибуцуджи Хаширалардың башысының үйіне кіріп барған сценасын қайталап көргенімді айтып бермекшімін. Қызық болса жақсылап жайғасып алыңыздар. Ал мен бастайын. Мудзан Кибуцуджи. Негізі студияда бұл персонажды дәл осы сценада 2D мен 3D анимацияны біріктіріп салған. Ал мен 3D анимацияны ғана қолданып жасап көруді шештім. Бірақ менің қолданатын бағдарламам Prisma 3D шамамен 3 мәрте қатып қалды. Не дегенімен блендермен жасаған жақсы екен. Ал сен оригиналсың. Ал сен табиғи малсың. Жақсы іске кірісейік. Мен алдымен арнайы кадрларды студия анимациясынан қиып алдым. Солай видеода бейнеленген локацияны жасап көрдім. Шыным айтсам қалған жағы боп-бос. Ал содан соң Мудзанның 3D моделін жасауға ерініп әлеуметтік желідегі моделін жүктеп ала салдым. Сөйтіп су терге түсімін қайғыға батып кетпесем де персонаждың жүрген анимациясын жасадым. Кейін графиканы келтіруді бастадым. Бұл маған оңай болмады. Тағы бағдарлама қатып қалды. Содан соң кадрлардағы камераның локациясын қайталауға тырыстым. Ал енді нәтиже.